Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз гүлдерге пайдалы, әсіресе доллар гүліне өте пайдалы тыңайтқыш туралы айтатын боламын. Бұл гүлдің жаңа өскін шығаруына, жапырақтарын көбейтуге, картошкасын үлкейтіп өсіруге арналған ең маңыздысы гүліңіз ауырмайтын болады және де гүлдің иммунитеттерін көтеруге, әртүрлі аурулардан сақтауға, өсімдіктердің сау болып өсуіне көмектеседі. Тыңайтқыш таза экологиялық өнімдерден жасалады, ішінде химиялық заттар жоқ, таза органикалық болып келеді. Қарасаңыздар, өте тамаша, әдемі гүл, әдемі көп өскін шығарған, жапырақтарының барлығы жақсы, картошкасы сау, көптеген өскіндер шығып жатыр. Енді көбісі айтып жатады, әртүрлі осындай тыңайтқыштарды беріп, гүліміз өліп қалып жатыр дейді. Егерде барлығын осындай мөлшерімен дұрыс жасап гүлдеріңізге беретін болсаңыздар, ешқандай гүлдеріңізге зиянын тигізбейтін болады. Міне қарасаңыздар, мен осы доллар гүлдерімнің барлығын 1 жыл бойы осындай әртүрлі тыңайтқыштармен тыңайттым. Ешқандай өлген жоқ, қайта көп өскін шығарып, жақсы өсіп жатыр. Міне қарасаңыздар, қандай тамаша, көптеген өскіндерін беріп жатыр. Сосын тағы да айтатын болсақ, егерде сіздер бір тыңайтқышты қайта бере беретін болсаңыздар, ол кезде гүліңіз сол тыңайтқышқа үйреніп алады да, кейін оған әсері болмай қалады. Сондықтан гүлдеріңіздің жақсы өсу үшін тыңайтқыштарды ауыстырып тұрған жөн. Мысалға біз бір дәріні іше берсек, ол дәрі әсер етпей қалады ғой. Сосын біз басқа дәріні ауыстырамыз. Сол сияқты бұл гүлдерге де осындай тыңайтқыштарды ауыстырып беріп отыруымыз керек. Енді бұл тыңайтқыштарымыз өздеріңізге жақсы таныс. Ол янтарь қышқылы және де корневин. Бұны барлықтарыңыз жақсы білесіздер, және де биогумус. Осы 3 заттан біз қазір доллар гүліне болсын, басқа да гүлдерге пайдаланатын осындай жақсы тыңайтқыш жасайтын боламыз. Енді бізге керегі 1 литр жылы су. Өздеріңіз білесіздер, біз барлық тыңайтқыштар болсын, органикалық қоспалар болсын, осы гүлдерге жасайтын болсақ, міндетті түрде 1 литр сумен жасаймыз. Енді бізге янтарь қышқылынан тек кішкентай ғана 0,05 грамдай ғана, жаңа өзім көрсеттім, міне қасықтың кішкентай ғана ұшымен алдым. Одан кейін бізге 1 грамдай корневин керек. Мына корневиннің ішінде тек кішкентай қалған екен, соның барлығын салып жібере берем. Ол көп болмайды. Сосын суды жақсылап тұрып араластырамыз. Негізі бұл су тынған, жылы су, кішкене ғана жылы болу үшін ішіне мен қайнаған су қостым. Суды жылытып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл 3 заттан жасалынған осындай енді тыңайтқыш дей берейік, гүлдерге пайдалы. Бұлар бір-біріне әсер ете отырып, бірлесіп гүлдердің өсуіне, тамыр жаюына, гүл шығаруына өте жақсы көмектеседі. Міне біз мына биогумусты жақсылап тұрып шайқап аламыз. Негізі маған осы биогумус өте қатты ұнайды. Бұл биогумусты мен 2 жыл бұрын сатып алғанмын. Міне уже 2-ші жыл пайдаланып жатырмын. Гүлдерге өте жақсы көмегі бар. Бір алып қойсаңыздар, біраз уақытқа кетеді. Бұл биогумусты да, корневинді де, янтарь қышқылын да гүлдер дүкенінде сатылады. Міне енді бізде осындай тамаша, өте тәтті, осындай біздің гүлдерімізге сусын дайындадық. Енді бұл 3 заттардан жасалынған тыңайтқыш, бұлардың барлығы стимулятор. Стимулятор деген жаңағы гүлдердің өсуін жақсартады ғой. Одан кейін өскіндердің жақсы өсуін жақсартады, тамырдың жақсы қатайып өсуін, гүлдердің иммунитеттерін көтеруге көмектеседі. Енді бұл биогумус, міне 100% табиғи. Бұл жаңағы ішінде өте көп микро-макро элементтер бар. Бұл биогумус негізінен тыңайтқыш. Ал мына янтарь қышқылы мен корневин ол тыңайтқышқа жатпайды. Бұлар тек гүлдердің
өсуін реттейді және де тамыр жүйесінің жақсы қатаюына, тамыр жүйесінің жақсы дамуына көмектеседі. Соны шатастырып алмайық. Бұл екеуі тыңайтқыш емес. Негізі янтарь қышқылында корневинді де, биогумусты да өзін дара бөлекте беруге болады, ал үшеуінің қосындысы ол тіптен гүлдердің жақсы дамып өсуіне өте қатты белсенді жұмыс жасайды. Негізі біз айтып жатамыз, осы наурыз айынан бастап қыркүйек айына дейін гүлдеріміздің барлығын 2 аптада бір рет әртүрлі осындай микро-макро элементтері бар, жақсы өсіретін, тамырын жақсы қатайтатын, иммунитеттерін көтеретін осындай заттармен, тыңайтқыштармен гүлдерімізді тыңайтып отыруымыз керек. Сосын қыркүйектен бастап бұл гүлдер демалады дейді. Бірақ өздеріңіз білесіздер, егер де менің тұрақты көрерменім болып, менің видеоларымды көріп жүрсеңіздер, мен қыстай осы доллар гүліне айына бір рет, топырағының кепкеніне қарай 2 жетіде бір рет осы тыңайтқыштарды беріп отырдым. Соның арқасында менің гүлдерім көп өскін шығарып, әдемі жайқалып өсті. Енді менің гүлдерімнің барлығы суарулы тұр, сондықтан да мен мынау қара доллар гүлін суарам, өйткені бұл қара доллар гүлі тез кебеді. Бұның суы топырағында тұрмайды, бірден табақшасына ағып кететін болғандықтан бұл бір жетіде 2-3 күнде топырағы кеуіп тұрады бұның. Ал егер де сіздердің топырақтарыңыз жеңіл болмайса, ол кезде бұл құйған суыңыз тез арада ақпайды. Міне көрдіңіздер ме, бірден суы табақшасына ағып кетті. Негізі осылай бірден табақшасына ағып кетіп жатса су, ол кезде гүлдеріңіз жақсы өсетін болады, жақсы тамырланады, жақсы тамырына ауа кіреді, тамыры жақсы демалып, жақсы дамитын болады. Сондықтан да ең бірінші біздің гүл өсірудегі дұрыс жасайтын топырақ, ол сол топырақты дұрыс жасасақ, гүлдеріміз жақсы өсетін болады. Енді мынау шифлераға құямыз. Бұл шифлераның да топырағын қарасақ, міне көріңіздер, негізі біз саусағымыз салып көрген уақытта саусағымыздың жартысында ғана топырақ кепсе құя беруге болады. Міне менің саусағымның барлығы топыраққа кірді, топырақ кепкен бір саусақ, сонымен бұл шифлераға да құюға болады. Міне осындай мен гүлдердің барлығына құйып шығып жатырмын. Негізі бұл 3 заттан жасалынған осындай тыңайтқыш, ол гүлдердің жақсы өсуіне көмектеседі. Бұл органикалық емес, 100% таза табиғи өнім. Сондықтан да бұл 3 заттан жасалынған осындай жақсы сусынды сіздер де қорықпай гүлдеріңізге беріңіздер. Гүлдеріңіз сіздерге рахметін айтатын болады. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де каналға тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Колокольчик белгісін басып қойсаңыздар, менің келесі видеом сіздерге уведомление болып барып тұрады. Менің видеоларымды сіздер бірінші көретін боласыздар. Міне осындай тамаша тыңайтқышпен мен сіздермен бөлістім. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.